Сол енді сәлем достар дейсің. Сол канал. Бұл Не канал опытный біздікі. көрсетпесе. Мақұл, басынан. Сәлем достар, бұл Мерей мен Балнұрдың каналы енді. Аты Мерей Балнұр деп айтылады. Мерей Балнұр деп айтады, бірақ ортада бір орын бос тұрды. Не ашты деймін да? Значит, Брэд Питт отырады дейді. Қандай болды? Захватчик. Мен кіммен? Джеки Чанмен түскенде вспышка қосылмай қалды деген сияқты. Қазір келеді ол деп. Сол сонда. Кел жан десе. Әдемі болып отырмыз ба? Нормально дедің ғой. Красоткасындар деп жатқан. Красоткасындар. Нюанс. Красотка, изюминка. Сен аяғын ошаға жібересің бе? Сәлем достар, сіздермен бірге Назгүл, Назар және де менің бандам Балнұр және Мерей. Бүгін біз қандай видео түсіреміз? Білесіңдер? Новогодний тег бар. Иә, жаңа жылдық тег түсіреміз. Оның аты жаңа жылдық кезең деп аталады. Интернеттен тауып алдық, сондықтан бір 10-11 сұрақ бар, және де соған біз бүгін жауап береміз. Және де жаңа жылымыз, сондай жаңа жылдық көңіл күйіміз толығымен тип-топ болу үшін біз сұрақтарға жауап беріп отырып мандаринки. жауап беріп отырып жейміз соны. Енді бірінші сұрақ. Бір-бірден беріп қойсайшы. Сұрақ қоймайды. Өзіңіз ала бер нормально. Алайын енді сіздердегі шай нелеріңізді алып Как алып көріңіздер. Так, бірінші сұрақ, біріншісі сенің сүйікті мерекеңді енді не в тему сияқты кішкене. Екінші сұрақтан бастайық. Сен үшін жаңа жыл нені білдіреді? Сен үшін жаңа жыл деген не? Мерей баста. Жоқ, сендер бастаңдар. Мен үшін жаңа жыл деген отбасылық мейрам. Үйде және де болғаннан боладысы қызық дейді ғой, сондықтан маған жаңағы пойызда тез-тез жаңағы отызы мүмкін, иә, немесе әйтеуір соның қарсаңында үйге жету, бүкіл нәрсені жаңағыдай үлгеру, нон-стоп режимде жасау, яғни маған сондай отбасылық нелер келеді, дайындық келеді. Біздің дайындығымыз келеді, біз андай бір ерекше креативті қылып қарсы алғымыз келеді жылда, жаңа жылда. Сондықтан образдарда. Сондықтан сол нәрселер маған бірден жаңа жыл болса дайындық кезеңі көбінесе ойыма оралады. Мен үшін жаңа жыл сказка сияқты бір андай именно жаңа жылда бір сондай ертегі әлеміне түсіп, әртүрлі мысалы біз образдарға не қылып, жаңағы дайындалып, типа Золушка сияқты боламыз, басында дайындалып жүргенде, потом и кешке такие Принцесса. Иә, мәселен де шығамыз. Сіз үшін? Мен үшін рахмет сөз бергеніңізге жетіп. Маған жаңа жыл қандай сиқыр, ғажайып, барлық сондай бір жыл бойына сен андай өзіңнің қалаған арман, бір жылға сен андай барлық жоспарлайсың, соны істеуге талпынып андай мотивация сияқты болады саған. И жаңағы енді қалай айтсам екен, соның барлығын тілейсің, армандайсың, соны еще отбасымен бірге соның барлығын тілесең, ол прям нақты точно болады деген сөзден сондай тек армандардың барлығы орындалатын кезде ойлаймын жаңа жыл. Дан. Сонымен келесі сұрақ. Сенің жаңа жылдық көңіл күйің қашан пайда болды? Менікі биылғы алғашқы қар түскен кезде осы Алматыға 2 декабрь ма? 2 желтоқсанда. Сонда дейді. Маған осы соңғы 2-3 күнде енді пайда болып жатыр. Одан алдын менде жаңа жылдық не болған жоқ. Көңіл күй. Сол өстіп дайындалып, видео түсіреміз деп айтып бастағаннан кейін ғана былай сезіне бастады. Қардың жауған кезінде күшті болды, бірақ мен жаурадым дейсің. Мен бұл сұраққа Балнұрдың деп жауап беремін. Маған да алғашқы қар түскеннен ақ бірден жаңа жылдық көңіл күй пайда болды. Бірақ мысалы одан алдын қарашада 20-ларында мама келіп кетті Алматыға. Сол кезде біз бәріміз жаңағы неге достық плазаға бардық. Жаңа жылдық көңіл күй енді ол жерде жаңағы декорациялар, бірақ бір қызығы сондай қылып жаңағы маркетологтар бастаған, бірақ сонда да жаңа жылдық көңіл күй ешқалай пайда болған жоқ. Не Мерейде, не Балнұрда, не мамада, не менде.
бірақ алғашқыға түскенде менде де пайда болды. Үшінші сұрақ, иә. Сен жаңа жылға дайындықты бастадың ба? Егер иә болса, онда қалай? Жаңа жылға дайындықты видеоға түсірумен бастаған сияқтымыз. Видео түсіріп, дайындалып басылды. Басымызда де. Өткенде, неде? Магнумға барған кезде алдыңғы видеода көрген болатынсыздар. Тоже осындай нелер алып, ободок деген сияқты. Сол кезде басталғанша ең басы. Бірінші не ма? Иә. Қадам? Иә. Сенде ше? Тура сондай сияқты. Иә, дайындықтар. Андай бір нақты не дайындық деген Шымкентте басталады. Иә, үйді әрлеу, елканы неғылу деген сияқты. Менде енді сол кезде айтуға болатын шығар, ол ең алғашқы қадам. Бірақ менде бір сонда жаңа жылға дайындалып жатырмын деген нәрсе балнабай мереке 91-ның концертіне билет алған кезде пайда болды. Сондықтан қашан? 13 желтоқсан. 13 желтоқсан мен жаңа жылға дайындықты бастадым деуге болады. Негізінде жаңа жылға дайындық ол жаңа жыл туралы ассоциациялар пайда болғанда, және алғашқы түскен кезде ол сен миың автоматты түрде өзі дайындала бастайды деп ойлаймын. Төртінші сұрақ. Қандай ән сенде сондай жүрегіңе қуаныш сыйлайды? Jingle bells. Jingle bells. Менде 91-ның бол бізбен бірге деген. А менде анау. Білмеймін, менде бір бешеный қуаныш емес, бірақ бір сондай жылу сыйлайтын бір ерекше ана бар ғой. Фрэнк Синатраның ба анау. Білмеймін оған. Сосын маған ана өлеңі. Last Christmas, I gave you my heart. Эшли Тиздейл ма? Иә, маған да ұнайды. Ары қарай дебюттар таңдап алып. Бесінші сұрақ. Сенің сондай мінсіз идеальный жаңа жылың қандай? Как выглядит деп қойған? Как выглядит? Кругу семьи. Тура алдыңғы жылдағыдай. Сондай. Мінсіз деген. Менің мінсіз жаңа жыл. Болдың ба айтып? Иә, бастап кететін ғой, сұрамай. Менің мінсіз жаңа жылым ол біз үшеуміз өзіміздің болашақ жарларымызбен үйде мама папаның алдында жаңағы уже мама папалар немерелермен ойнап жүрген сондай жаңа жыл. Шыршаның астында ойыншықтар, подарктар, солай сыйлықтар дайын тұрған кез. Сол мен үшін. Деп үйді кеткесін ба? Мересен кейін Дед Мороз болып келеді. Сосын мама, немерелер, папама немерелер. Біздің балаларымыз. Менде білмеймін, менде де маңызды емес, қалай, қашан, қайда, бастысы сол өзіне жақын жандармен. Біз өзіміз, отбасымыз өзі сондай ерекше десең да. Біз қандай жерде болсын, қалай болсын, әйтеуір өзімізге сондай ерекше, мега қызық жаңа жыл ұйымдастырып аламыз. Сондықтан менің идеальный мінсіз жаңа жылым осы жандардың, үйдегі ата-анамның, болашақта жаңағы жарларымызбен бірге, балаларымызбен бірге, қысқасы жақын жандардың ортасында өткен жаңа жыл. Остальное біз өзіміз жасап аламыз. Так, 6-шы сұрақ. Қандай жаңа жылдық кино, фильм сен кеңес берер едің қазір? Жаңа жылдық па? Көп, бірақ біреу екеу айтуға болатын шығар, е? Ой, даже жаңа жылдық. Елки дома, многие уже свежие. Елки или тоже российский мамы деген. Тоже не емес пе, жаңа жылдық емес пе, мамы деген. Иә. Сол бар, тағы. Қатты шарп сөйле. Елки деп. Мамы деп. Ана, қай елки ма сол ана бір кино? На Деда Мороза надейся, а сам не оплошай. Иә, елки. Сол кино күшті, сосын ана Мой ангел-хранитель деген кино, иә? Вроде.
Мой парень ангел. Мой парень ангел, иә. Тоже российский. Иә, сол кино күшті тоже. Және мен қосар едім анау кино. Тариф новогодний деген. Ол да ресейлік кино, анау ше. 2 жылда өмір сүретін қыз бен жігіт бір-бірімен телефонмен сөйлеседі, сонымен екеуі бір кездеседі қысқасы. Сосын Новогодний киноның бәрі российский кино ғой өзің айтып отқан. иә. Сосын енді қалғанның бәрі жаңағы Один дома деген сияқты. Там сказка, өткенде недавно екеуміз көрген. Принцесса на Рождество деген. Тоже такой. сондай. Енді сосын тағы бір кино бар еді. Ағылшынша кино, атын ұмытып қалдым. Бір өңшең әйгілі актерлар ойнайтын. Ол да күшті жаңа жылдық көңіл күй сыйлайды, ұмытып қалдым. Қысқасы. Еще Гарри Поттерді көрген күшті. Ұмытып кетіппіз. Иә, Гарри Поттерді көрген. Гарри Поттердің где-то 4-ші сериясына дейін бір жаңа жылдық көңіл күй сыйлайды. Сол көріңіздер. Сосын 7-ші сұрақ. Короче, Игра престолов көрсеңдерші. Зима близко. Келеді сосын зима деп. Антышы болды. 7-ші сұрақ. Шыршаның жасанды түрі не шын түрі? Жасанды түрі. Жасанды түрі. Менде жасанды түрі. Амандай түрінен бір иіс шығады сияқты. Специфический. Маған ұнамайды ол иісі. Маған білмеймін, экология санатынан дұрыс емес сияқты шын шыршаны алып келіп, оны жаңағыдай жай ғана бір-екі күндік сенің неңейді ғана қалай? Приход дейді ғой, көңіл күйіңе ғана өзің солай. Бірақ сен зиянын тигізесің деп ойлаймын. Ары қарай оны жинайсың, ал жаңағы сатып алған жасанды шыршаны ендігі жылда қолданылады. Иә, сондықтан жасанды шырша. Биылғы жаңа жылды кіммен қарсы алғалы жатырсың дейді. 2 кісімен. Сосын үйде тағы бір 2 кісі бар. 5 адам болып қосылайын. Иә, пока биыл 5 адаммен. Келесі жылы бұйыртса деп қосыла береді. Жайлап. Так, 8-ші, оны айттым я. Так, 9-ші сұрақ. Сенің ең сүйікті жаңа жылдық тәттің? Вкусняшка деп қойып. Новогодняя вкусняшка. Салаттар шығар. Или в смысле андай не ма? Прям Именно. тәтті нелер ма? Білмеймін енді, мысалы, мен ойыма бір тәтті нәрсе келіп отқан жоқ. Менде ойыма сондай бір. Маған бұндай салат патшуга ма қалай? Патшуга ма? Иә, сол келіватыр. Или же оливье келіватыр именно новогодний дегенде. Вот именно салаттар келіватыр маған. Траванчы. Көп нәрсе келіп отыр, таңдай Стәмей қабатырын деп білмеймін, И маманың все-таки. маманың несі ненің қамырдың ішіндегі палауын жақсы көремін жаңа жылға. Өткен жылғы видеоны Иә. көріңіздер, Мерейдің не туралы айтып отқанын түсіндірулеріңіз келсе. Сол тамақты жақсы көремін жаңа жылға, сосын салаттар барлығын. Ең қатты жаңағы маманың істейтін. Ол новогодний емес шығар, бірақ мама өзі істейді ғой осы. Крабовые палочки, ішіне там рис қосады еще. Салаттар. Иә, салаттар, иә, барлық салаттарды. И өзім пісіретін кекс десем. Маған енді жаңа жыл сондай бір мейрам ғой, өзі соған дейін бір диета сақтайды көбісі, сол күні отрываться етушіне. Все ради одного дня. Әйтеуір сол күні бірақ микс болды, маған сол микс дәм келеді аузыма. Самсады жейсің, мандарин да бар, мына жерде салат, мына жерде торт жаңа жыл. Сондықтан білмеймін, соның бәрі келіп жатыр. Менде белгілі бір новогодняя вкусняшка, міне осыны сағынып жатырмын деген жоқ, қыздардікі сияқты менікі де сондай. Бәрі. Менікі былыққан десейді. Былыққан деп. Кетші бар. Былыққан емес. Еще Араласты зияны. байқасаңдар именно жаңа жылда кока-коланың дәмі одан сайын тәтті болды. Я, опять же, маркетологтар постарались. Келе жатыр деп. Осы жерде. Давай деп. Мейрам келе жатыр, мейрам келе жатыр, мейрам келе жатыр. Тастаймыз деп. Так, 10-шы қайталанып жатыр мына сұрақ жерде. Жаңа жылмен жаңағыдай ассоциация болатын ән дейді. Жаңа айтып кеткен сияқтымыз, иә?
сол әндер ол бірінші сұрақ. Өзіңнің ең күшті жаңа жылың туралы айтып өт дейді. Қай жыл мүмкін, немесе қайсы есіңе түсіп жатыр деген сияқты. Алдыңғы 2 жыл есіме түсіп жатыр. Алдыңғысында жаңағы біз тоже сен Астанадан, мен Алматыдан келіп, прям дайындалып, билеп жүріп дайындалып, инстаграмға видеоларды салып, прям қуып биледік. Ең есте қалған жаңа жыл деп мен айтып отқан едім. Точно сондай ма? Иә. Сен менің памятімде сомнением бар ма не? Қазақша сөйлейміз. Күмәнің бар ма не? Памятім бала берсін ба? Тек қана сол не ма? Сомнение деген ғана қазақша болу керек па? Қуып әртүрлі Қазақстан әншілердің несіне, особенно Айқын, Кәмшат, солардың несіне билеп, қуып билеген, тойский билеп. Оны сіздер Назгүлдің инстаграмынан көре аласыздар. Иә. Назгүл қап етпесең де, давай. Aslında karayım, yolduzu sanayım. Sol yıldızın içinde sen yoksun arayım. Armanı dalaydım, dağıma balayım. Ben seni seviyorum, ben seni Ağlına bardım alıstan. Onlattım seni suyup kalgan. Atımdı atar şunlar o desem. Uşak jayıp gelirdi benim gözüme. И алдыңғы жаңа жыл, когда мама папалар айтады бізге. Жаңа жылға жаңағы аяз ата, қаршағыз, тауық жылын шақырып, сондай бір балалық шаққа бір саяхат болып шығып, сол жаңа жылы мен қатты есімде қалған. Назгүлдің арнасына жазылыңыздар деп айтыңызшы. Назгүлдің арнасына жазылыңыздар. Рахмет көп. Сеніңше? Так. Может, облегчить тебе вот это? Память освежит, да? Енді негізі біздің үйде барлық жаңа жыл ерекше өтеді. Бәрін по-особенному өткізуге тырысамыз. Мама әр жылға өзіндік андай бір персонаждар дайындап, мысалы, жылан жолында да басынан андай нелер. Мынау келді бүгін қазір. Не? 2012 жылы мен құшақтасудың жаңа түрлері ойлап табылды. Қыз жібек пен төлеген. Апа тұрғызды әдемі қылсаңызшы. Алёка, страницасын сақ қоям. Ярая, фанатка. Жонглирование жасап отырсың ба? Солай істеуге тырысады әрдайым. Мен тағы есіме түсіп отырған тағы есіме түсіп отырған жаңа жыл ол Назгүл. Ол не? Біз еще Имранда тұратын кезде папа маған Дед Мороз болып, мен еще Санта Клаусқа біз ол кезде хат жазатынбыз. Сол кезде 4-ші класс оқимын. И не берген, дисктер берген, әртүрлі ненің принцесса, Барби солардың нелерімен.
мультфильмдармен, иә. И еще сондай ойындар әртүрлі новогодний. Мен де есімде. Сол кезде Жаңа жақсы жыл. көремін, сағынамын тоже, иә. Ол кез есімде жоқ. Вообще есіме түспей жатады. Жаңа Балнұрдың айтқанына да қосыламын. Соңғы 2 жыл, бірақ соңғы жыл, 2017 жыл мен үшін ең самый, бірақ қазір мен тағы бір жаңа жылдарды есіме түсіргім келіп тұр. Негізінде біз кішкентай кезімізден бір нешінші сыныпқа дейін жаздық. Аяз атаға хат. Мен ұзақ жаздым. Бере енді. Ол Аяз атаның сендім мен деп. Аяз атаның Аяз ата емес екенін білгенше бәрібір білсе де жаза берді. Папа екенін білсе де жаза берді Мереге. Так даже лучше деді. Реально подароктар әкеліп тұрады. Жалпы 2 класс оқимын мен ол кезде, 2 сынып Арыста тұратынбыз. Біз бір ескі бір не көрдік, жаңа жылдық фильм көрдік. Және меніңше сол кезде қалыптасқан сияқты ең бірінші Аяз атаға хат жазу деген нәрселердің бәрі. Сол жерде жаңағы 2-3 бала Аяз атаға хат жазады. Және соны көріп біттік. Ол кезде сол желтоқсанның басы еді. Содан кейін бірінші рет меніңше жазып көрдік, бірақ балалар мен Мерей егер былай бар жанын салып жазса, мен кішкене күмәнданып, бір қорқып жаздым. Бірақ жаңа жыл күні, 31 желтоқсан күні жаңағы ненің астында, шыршаның астында әртүрлі жаңағы пакет сыйлықтарды көргенде мен эмоциям Жүрегім тоқтап қалып, қорқып жүрмін ғой. Иә, сол не есімде эмоция именно сол қорқыныш и бір жағынан қуанып тұрмын. Иә. Сондай болған. Еще Балнұр есімде ма бізге анау бір үйдің несі, синий сенің үйің, мына жаңағы розовый менің үйім, сондай подарок берген. Иә. Кукланың үйі. Кукланың үйі. И еще папалар әлі айтады ғой, бүкіл қаланы іздеп, Майя принцесса деген косметиканы іздеп жіберген. Ең бірінші шығыватқан кезде сол косметиканы. Детская зона. Балалар кішкентай. Розовый принцесса. Көп қой косметикалар именно. Сол, сосын тағы қай жаңа жыл? Вообще папа үйге тоже арысқа андай жаңа жылда ана пальтоны киіп, маска киіп, жаңа қорқып, шыңғырып. Үйде бізде жаңа жыл Аяз атаның жаңағы несі бар, маскасы бар. Түрі қорқынышты Түрі қорқынышты бірақ оның кәдімгідей. Маска болғанда да ол жаңағыдай өтірік маска емес та, ол кәдімгідей Бет болып, қызарып, мұрын кәдімгі. әжімдер не дейін шапқысы бүкіл, короче. И көзі ғана, көзі мен аузы, иә? Ашық тұрады. Көзі ғана. Көзі ашық тұрады. Или мұрнында, иә? Мұрнында тесік бар, иә. Жоқ, ана аузында да бар тесігі. Есінде балалар киіп алып тілін шығарады ма? Соны бірде папа соны киді да, киіп сыртына андай бір қызыл да емес қой, маманың бір қоңырлау келген пальтосын. Полоскасы бар. Білмей өтір. Жүн пальтоны. Ана есті ашып қалдым да, папаның өртінді қорқып кеттім да. Жоқпыз ғой, үшеуміз бүйтіп. И менің эмоциям сол жердегі балалар мен Мерейдің настроениесіне жаңағыдай эмоциясын әсер етіп кетті да, мен тұрдым, ұзақ тұрдым. Сосын бізде қарап тұрмыз. айқайлап үйге зал жаққа қарай жүріп кетті. Бізде жыңғырдық артынан. Не болып жатқанын түсінбей кете бергенсің ғой. Артынан. Сол кезде сөйтіп жатыр. Сосын 6-шы сыныпта ма, я 5-ші сыныпта енді мен бір уже кәдімгідей күмәнданып, папа ғой деген сияқты сондай нәрселер пайда бола бастады, бірақ сыйлық келгенде бәрін ұмытып кететін. 6-шы сыныпта бірақ есімде сол қыстың қарсаңында болып еді, біз хат жазып қойғанбыз. Бізден сендіретін папа мамалар жаңағыдай. Мен әсіресе күмәнданған кезде, мен емес, қатырасың сен деп. Бірақ сол кезде хатымызды жаздық, бір 2-3 күн болған. Желтоқсанның бір ортасы ма, білмеймін. Үйде мама нанға жұмсады да, сонымен мама да жаңағы бере салатын ақша алмай, папаның нан алшы деп папаға жіберді. Папа өз кезегінде барып ана костюмның ішіне ала салшы деп. Соны бардым да шкафты ашып, костюмның ішін бүйтіп ашып қалсам, үшеуміздің хатымыз шығып тұр. Жүрегім тік-тік-тік. Неге жыларымды білмеймін. Бетіне бар. Где Аяз ата? Естерін білмеймін, нанға барып келдім, үйде қонақтар бар.
айта алмай жатсың ба деп иә папаға сіз екен ғой аяз ата санта клаус деп иә сөйтіп содан бері жаңағыдай хатты қабылдайтын аяз атаның командасына мен де кіріп кеттім жаңағыдай жауапты хаттарды мысалы балнұр мен мерей жазады ғой аяз атаға хаттарды соларға жауап хаттарды мен жазатын болдым бүкіл иә ұйымдастыратын нәрселер менікі болды есімде әйтеуір папа жаңағыдай папа оны ойланып та жүрген жоқ сыйлықтарды бір жерге тығып жүр сонымен жаңағы хатты алдым да қай жерден бір жаңағыдай сиқырлы болып не қылса екен деп сөйтіп жүгіріп барып залға бардым да андай неге люстраның төбесіне іліп қойдым да сонымен сендер екеуің біреуің не істеп жүрсің деп артынан жүгіріп келген кезде әйтеуір хат өзіне түсіп кетті да сонымен бір менің ойым короче задумкам іске асты иә сондықтан сол кездер рахмет саған назгүл құлағың қайда ана айтпақшы эльф демекші не есіме стиралка этот стиральный машина алып келген үйге оны да хатта жазғанбыз иә хатта аяз ата бізге стиральный машина керек деп біз өте сондай практичный балалармыз ғой айтқанбыз иә сөйтіп сол кезде бір орыс ағайлар келген бойлары ұзын енді бірақ құлақтары бір андай үшкір сияқты болып келген де енді сондай құлақпен жаралған да енді біз оны өзімізше эльф деп алып папа да оларға айтып қойған типа сендер менің қыздарым жаңағыдай аяз атаға сенеді олар осылардан сұрады деген сияқты тіледі деп иә сол сіздер эльф болып барыңыздар деген сияқты олар да өздерінің несін рөлін күшті атқарып шықты иә біз сеніп кәдімгідей ана дауыс естіліп жатыр естіп жатсыңдар ма деп ана ненің арбасын ше аяз атаның сосын есімде жаңағы мен енді кішкене есейіп қалғаным ғой ол кезде 5-6 сынып балнұр мен мерей барып а вы эльфы деп мен ұялып тұрмын ама айтқызбаңызшы ондай нәрсе біздің көзіміз бүйтіп аналарға қарай береді әрқайсысына еще қасында тұрып құлағың қара құлағың құлақтары үшкір деп иә сондай қызықтар болған және де бізге сондай бақытты балалық шақ сыйлаған ата анамызға рахмет олар қазір көріп отыр рахмет сіздерге сол сұрақтар бітті мандариндер де бітті десін сол және де сіздерге ұнады деген ойдамыз ұнаса лайк басыңыздар иә арнаға жазылыңыздар ұнамаса да лайк басасаңыздар нелеріңіз кетеді күшті болды ғой фразамен колокольчикті басыңыздар подписываемся еще сол алда әлі жаңа жылдық видеолар болады деген ойдамын негізінде аузымдағы мандарин жеп болып сөйлеген дұрыс еді ұмытып қалдым алда тағы видеолар түсіремін деген алда иә ойдамын алда жақсы сондай осы жаңа жылдық тематикада әлі көптеген видеолар болады деген ойдамын сондықтан күтіңіздер тамашалаңыздар одан қалып кетпеу үшін обязательно ана қоңырау келгенде назгүл назар видео шығарды сау обложкаға ма иә может ішінде негізі бар шығар мені қойса обложкаға мерей ана оленёноктарды аяса кішкене оларды билегісі келіп жатыр мен снеговиктер веселый менікі істейтін сене ма иә бірақ біздікі сияқты бүйтіп селкілдеп неғылмайды